Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен француздың өте нәзік және өте дәмді бисквитті печеньесі Мадленнің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Менімен бірге болыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік бастайық. Бізге ұн, қант, бал, лимон шырыны, сапасы жоғары сары май, 2 жұмыртқа және қамыр қопсытқыш қажет. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, яғни разрыхлитель. Көбіңіз сұрайсыздар қамыр қопсытқыш дегенне, ол разрыхлитель. Қосып араластырып аламыз. Оған дейін миксерімізге жұмыртқа мен қантымызды салып, көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Егер ваниль пастасы немесе ванильді қант болса, осы кезде қосып жіберсеңіздер дәм береді. Енді жұмыртқамыздың үстіне лимон шырынын және балымызды қосып, тағы бір араластырып аламыз. Келесі кезекте құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз, яғни ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап тағы бір миксерлеп аламыз. Жалпы бұл печеньені егер миксерлеріңіз жоқ болса, онда қолдың венчикмен жасай берсеңіздер болады. Енді дайын болған бисквитімізді лопатканың көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз және дәл осы кезде еріген сары майымызды қосып, тағы да лопаткамызбен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алғандарыңыз жөн. Мінекей бисквитті печеньямыздың қамыры дайын болды. Енді осы дайын болған қамырды кондитерлік қапшыққа салып, тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа, не болмаса түнгіге қалтырғандарыңыз жөн. Не үшін? Себебі қамырымыз қоюланып, тұрақты масса болады. Мінекей біздің қамырымыз 1,5 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді арнайы осындай ракушки деп аталатын формамызға толтырмай құйып шығамыз. 3-тің 2 бөлігіне ғана құямыз. Не үшін? Себебі қамырымыз пеште көтеріліп, сыртына ағып кетеді, егер тым толтырып жіберсеңіздер. Дәл видеодағыдай 3-тің 2 бөлігіне ғана құйып шығамыз. Енді пешімізді алдын ала противенмен бірге 170 градусқа қыздырып қоямыз және ыстық противеннің үстіне осы формамызды салып 20 минуттай пісіріп шығамыз. Мінекей біздің печеньяларымыз пісті. Печеньяларымызды суытып, бетін шоколадпен глазурлаймыз. Оған дейін формамызды қайтадан жуып, кептіріп, бетін осылай спиртпен сүртіп аламыз. Яғни майлары және артық дақтары болмас үшін. Менде бұл жерде темперированный шоколад. Не үшін ондай шоколад пайдаланамыз? Себебі мадлендарымыз, яғни шоколадты мадлендарымыз қолымызда жабыспас үшін, шоколадымыз бөлме температурасында еріп кетпес үшін. Бірақ мен сіздерге видеоның астына шоколадты глазурдың рецептісін жазып қалдырамын. Яғни шоколадымызды ерітіп, бетіне иісі жоқ сұйық майды қосып, осылай да жасай берсеңіздер болады. Бірақ келесіде мен сіздерге шоколадты темперировать етудің видеосын міндетті түрде жасап шығаратын боламын. Осылайша шоколадтарымызды құйып шығамыз, тура видеодағыдай толтырмай құямыз. Толтырсаңыздар шоколадтарыңыз сырттарыңызға ағып кетеді. Одан кейін бетіне мадлендарды салып, шоколадымыз қатқанша ұстаймыз. Не болмаса тоңазытқышқа 5-7 минутқа салып алсаңыздар болады. Мінекей мадлендарымыз оңай алынып жатыр және қолымызбен ұстаған кезде темперированный шоколад болғандықтан шоколад қолымызға мүлдем жабыспайды. Осымен біздің мадлендарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және өз пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.